Мал жаның аман ба қарағым, жаяр көбейсін, өрісің кең болсын. Айтқаныңыз келсін, апа. Шөлдеп келе жатқан шығарсың, балам. Апаның сарығымызын ішіп, шөліңді қандырып ал. Ағаңа қымыз алып берші. Жарайды, әже. Сәлеметсіз бе аға? Қымыздан алыңыз. Әже, ағаның шөлін қандырып, сусын ысынғаныма қатты қуанып тұрмын. Өйткені ол кісі менен де қатты қуанды. Дұрыс құлыншағым, жомарт адам өзгелерді бақыт етуден бақыт табады. Сен де бүгін бір қайырымды іс жасадың. Рахмет, әжетай, маған бір ой келді. Жомарттық туралы кітап жазамын деп шештім. Неден бастасам екен? Я, кітабымның атын бастайын. Кітабымның аты «Жомарттық, қайырымдылық тамшысы» деп аламын. Ал кіріспе бөлімін әжемнің үнемі қайталанатын «Жаны жомарт, қолы ашық адамдар, кез келген ортада сыйлы болады» деген сөзмен бастаймын. Өйткені жомарттық отбасы тәрбиесінен бастау алады. Менің отбасымда елге сыйлы жандар. Онда кітабымның кейіпкерлерін алыстан іздемесем де болады екен. Мысалы, басты кейіпкерім әжем. Ол өте мейірімді, қарапайым жан. Бұл ауылда ол кісінің дәмді қымызын ішпеген адамды кемде-кем. Ал әкем елге сыйлы азамат. Өзінде барымен бөлісіп, қайырымдылық жасауға жаны құмар. Әкемнің жасаған игілікті істері көп. Ауыл тұрғындарына да, мектеп оқушыларына да үнемі көмектесіп жүреді. Онлайн сабақ оқыған кезде телефондары жоқ, бірнеше оқушыға телефон сыйлады. Жыл сайын мектепке баратын көп балалы отбасылардың балаларына киім-кешек, оқу құралдарын сыйлады. Балалардың қуанғанына әкем де балаша мәз болады. Ал ағам ше? Ол да үнемі көпшілікке қол ұшын беріп көмектесіп жүреді. Анамның есімі Раушан. Ол кісі де жаны жомарт адам. Сиырларымыз төлдегенде бүкіл көршінің балаларын уызға тойдырады. Осы жасалған әрбір тамшы қайырымдылық, жомарттық деп аталса керек. Сондықтан менің алғашқы кітабымның оқырмандары, сіздерге айтарым: жомарт болыңыздар. Жомарттық сіздерді сүйкімді етеді.